Өткен аптада қаламызға жаңа әкім тағайындалды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімімен Степногорск қаласы әкімі лауазымына ұсынылған Қайыржанов Алпысбай Қуандықұлының кандидатурасын қалалық мәслихат депутаттары бір ауыздан қолдау білдірді. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев осыған дейін қалаға жетекшілік еткен Еркебұлан Баяхметовке алғыс білдіріп, жаңа әкімді аудан активіне таныстырды. Алдағы мақсат міндеттерін айқындап берді. Өңірдегі халықтың әлеуметтік экономикалық әл-ауқатын көтерудегі елбасы Нұрсұлтан Назарбаев саясатын жүзеге асырып, мемлекет басшысы бекіткен тапсырмаларды сапалы орындауды жүктеді. Өз кезегінде Алпысбай Қайыржанов аймақ басшысына сенім білдірген үшін алғысын жеткізіп, алдағы уақытта Степногорск өңірінің дамуы мен өркендеу жолында бар күш-жігерін жұмсайтынына сендірді. Сізге үлкен алғысымды білдіремін. Алдымызға қойған жоспарымызды орындаймыз. Халықтың жағдайын ойлап, жұмыс істейміз. Айта кетейік, Қайыржанов Алпысбай Қуандықұлы 1983 жылы Ақмола облысында туған, білімі жоғары. 2000 жылы Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясын инженер мамандығы бойынша аяқтаған. Еңбек жолын бизнес құрылымдарда бастаса, 2009 жылдан бастап Шортанды қаласы әкімінің орынбасарынан аудан әкімінің орынбасарына дейінгі қызмет атқарды. 2019 жылдың сәуірінен бастап күні бүгінге дейін Ақкөл ауданның әкімі лауазымында болды. Кездесу жалғасында өңір басшысы Ермек Маржықпаев бір топ меймандармен бірге бірқатар нысандардың жұмысымен танысты. Бұл ретте жалпы жоба құны шамамен 360 миллион теңгені құраған Сарыарқа көшесінен бастау алып, Целиноград көшесіне шығатын жаңа жол, 7-ші шағын аудандағы орманшілік саябақ, аулаларда ашылған спорт алаңдары мен воркаут тренажерлары назарда болды. Аталмыш жобалар биыл толығымен аяқталған. Любители здорового отдыха здесь уже все, да? Здесь уже все, да, здесь. так и есть. Здесь, кроме этого, по проекту у нас еще... с освещением пока не думали? Освещение вот уже, будет траншеи уже есть, кабеля прокладываем. Будут лампы освещения 30. Очень хорошая идея. Ну, может дальше продолжать? Лес-то есть у вас здесь? Да. Можно дальше двигаться. Очень хорошо. Там спортивная площадка еще будет отдельно подготовлена. Вон там, видите, территория под детскую площадку. Где-то беседочки, где-то скамеечки, да, лавочки. абсолютно верно, все это будет здесь. Все это будет. Бұл жұмыстар барысын әрі қарай жалғастыру керек. Бұл дұрыс шешім. Тұрғындардың жайлы демалысы үшін өте ыңғайлы. Көкшетау қаласына жақсы үлгі, дайын орман. Бізде ормандар көп. Оларды дұрыс мақсатты жүзеге асыру керек. Осылай деген аймақ басшысы мұнымен бірге қалалық емханада да болып, ондағы жөндеу жұмыстарына өзінің оң бағасын берді. Ал қаладағы жауапты жүйе басшылығына келер жылы атқарылатын жұмыстарды айқындап, бірқатар міндеттер жүктеді.